Бөдененің құйрығы неге қысқа? Баяғыда бөдене мен түлкі дос болыпты. Бір күні түлкі бөденеге: «Досым, мені бір өлердей күлдірші» дейді. Бөдене: «Жарайды, соңымнан ер» дейді. Екеуі бір ауылға келеді. Бөдене: «Досым, сен осы жерде қарап отыр, қазір күлдірем» дейді. Сөйтіп ұшып барып, сиыр сауып отырған әйелдің басына қонады. Бөденені отағасы көріп: «Қатын, қозғалма, басыңда бөдене тұр, мен ұрып алайын» дейді де, жайлап келіп күрекпен салып қалады. Бөдене пыр етіп ұшып кетеді. Күрек әйелдің басына тиеді. Мұны көріп, түлкінің ішек-сілесі қатады. Сонда бөденеге: «Досым, ризамын, күлкіден езу жия алмай қалдым ғой. Енді бар өнеріңді салып өлердей бір қорқытшы» дейді. Бөдене: «Жарайды, көзіңді жұмда, соңымнан ер. Мен аш дегенде ғана көзіңді ашасың» дейді. Түлкі келіседі. Екеуі бір жерге жеткенде бөдене: «Көзіңді аш» дейді. Түлкі көзін ашып жіберсе, төңірегі тола аңшы екен. Олар түлкіні көріп қуа жөнеледі. Түлкі әрең дегенде қашып құтылады. Бір бұтаның түбіне келіп, демалып отырса, қасына бөдене келеді. Түлкі оған ашуланып: «Әй бөдене, қорқыт дегенде осылай қорқыт дедім ба? Сен мені өлтірмекші болған екенсің» деп оған тап береді. Бөдене жалт береді. Түлкі оның құйрығынан қанат істеп үлгереді. Бөдене бар дәрменімен қанат қаққанда құйрығы үзіліп түседі. Содан бастап бөдененің құйрығы шолақ болып қалған деседі.